Құран кәрімдегі бір аятты біліп, хадисті жатқа білу мәселені әлі толық шешпейді. Сәләфилер неден қателесті? Олар айтты, Сахих Бухарида бар деді, Сахих Муслимде бар деді. Намазды иықтың деңгейінде көтереміз. Бар дәлел Сахих Бухариде келгендігі. Жоқ. Имам Абу Ханифа хадистерді өте қатты қарайтын болған. Имам фақих болу, ол мухаддис болу екі бөлек. Яғни біз шариғатты мухаддистердің көзімен қарау, ол дұрыс емес. Ал сол мазхабты мойындамайтындар қай жерден қателесті? Олар мухаддистердің көзімен шариғатты көргісі келді. Жоқ, олай емес. İmam Abu Hanifa, İmam Şafii, İmam Ahmad, İmam Malik. İmam Abu Hanifa'nın sözü var. Dәрігермен, дәріханашымен салыстырады, дұрыс па? Фақихпен кімді? Фақихпен мухаддисті дәрігермен, дәріханашымен салыстырады. Ол деңгейін, мәртебесін түсіру емес, бірақ фиқ бөлек, хадис бөлек. Сондықтан мазхабты жоққа шығарып, сахих хадис бар ғой деген тек қана осындай ұранмен ол фитна болады мұсылмандар. Өкінішке орай бұл фитна орын алды. Мына сіздер осыны ғылыми түрде жеткізетін, түсіндіретін сіз боласыздар келешекте. Сол үшін бұндай нәрселердің барлығын біз осы білім орданың қабырғасында біліп алуымыз керек қазір. Алла тағаланы аспанда дейді, дұрыс па олар? Алла тағаланы аспанда дейді. Қаяқта? Дәлелің не? Құран кәрімдегі әминтум мән фис сама немесе әлгі күн туралы хадисті айтады. Расулулла алейхиссалату вассалам келіп, Алла қайда деп сұрады, ол аспанға ишарат жасады, мен кіммін деді, сен Расулулласың деді, бұны босат, бұл мұъмин дейді. Міне, бұларға ол дұрыс емес деп айту аз, олай болмайды. Түсіндіруіміз керек. Басқа хадистердің барын жеткізуіміз керек. Оны осы білім ордасында біз аламыз. Қазір біздің негізгі осы нәрсені нық және бұл нәрсеге бекем болмасақ, біз ертең дінге тиісті деңгейде қызмет жасай алмаймыз. Сондықтан мазхабтың сахих, яғни Расулулла алейхиссалату вассаламның кезінде оның ол жүйе, ол жол, ол қалыптасқан, соны түсіндіруіміз керек.